Сәлем достар, бүгін сіздермен витаминге бай болған қызылшадан салат жасайтын боламыз. Алдымен екі қызылшамызды суға қайнатып, 4 бүршек осылай кубик деп турап аламыз. Видеода көрсетілгендей турап алыңыздар. Витамин өзінде қалған, балдар да жақсы көріп жейтін салат міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай тураймыз. Бір ыдысымызға салып, сосын алма тураймыз. Мен 2 кіші алма турайтын болдым. Сіздер алмаларыңыз дәу болса, 1 алма турасаңыздар болады. Оны да қызылша сияқты турап аласыздар. Кубик ретінде. Кубиктеп. Алма да өзін дәміні беріп, салат күшті болады. Істеп көріңіздер. Осылай турап аламыз. Қызылшаны үстіне салып, оның үстіне кукурузымызды саламыз, майонезімізді саламыз. Кукурузымызды ашып, суын төкіп тастаймыз. Салатымызға қосып, үстінен 3-4 қасық майонез саламыз. Артық зат салмайсыздар. Болды, осыны араластырасыздар. Салатымыз дайын. Міне жақсылап араластырасыздар, біркелкі болғандай. Салатымыз дайын, ыдысыңызға салып, жесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, витаминнің өзінде, балалар да жақсы көріп жейді. Үлкен кісілерге де өте витаминді. Мінекей, тап-дайын салатымыз ас болсын.